Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тұрақты көрермендеріме, мені үзбей көріп келе жатқан көрермендеріме, қолдау білдіріп жүрген көрермендеріме шын жүректен алғысымды білдіргім келеді. Себебі сіздердің қолдау демеулеріңіздің арқасында біз үнемі жаңа тақырыптарды қозғап, халыққа беймәлім тақырыптарды тарихпен байланыстыра отырып, жеткізуге тырысып жатырмыз қолдан келгенше. Сондықтан тұрақты көрермендеріме тағы да үлкен рахметімді айтқым келеді. Сіздерге бірден жаңалықты айтайын. Егер жемқорлық туралы хабарлайтын болсаңыз, яғни бір адам параны беріп жатса немесе параны алып жатқан мәселе бойынша билікке хабарлайтын болсаңыз, онда сізге үлкен сыйақы беріледі. Енді ол сыйақының сомасын айтсам, қазір сіз мүмкін таңғалуыңыз мүмкін. Өйткені 14 миллион жерде жатқан ақша жоқ. Қалай дегенмен 14 миллионға хавал жеті оралып алып, былайша айтқанда джип мініп шалқып жүретін ақша ғой енді. Мемлекет бұл жемқорлықтың дендеп еніп кеткеннен тіпті қатты қорқып жатқан сияқты меніңше, немесе бұл билік аппаратын әбден жемқорлық шірітіп тастады. Яғни қаусатып тастаған болу керек. Өйткені мынадай үлкен көлемдегі ақшаны жемқорлық туралы хабарлаған адамға беру деген, бұл былайша айтқанда жемқорлықтың өршіп тұрғанын көрсетеді. Оны мемлекеттік органдарда жоққа шығармайды. Енді қазір сіздерге қандай жағдайда осындай сыйақы беріледі және қандай мөлшерде беріледі, сол туралы ресми ақпаратты оқып берейін. Содан кейін осы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Жемқорлық жайлы мәлімет берген адамдарды марапаттайды және бір жолғы қаржылай сыйақы беріледі. Мысалы, жемқорлық туралы әкімшілік істер бойынша 110 мың теңгеден астам, қылмыс аса ауыр болмаса 140 мың теңгеден астам, қылмыс орташа ауыр болса 185 мыңға жуық, қылмыс ауыр деп танылса 250 мыңнан астам, қылмыс аса ауыр болып саналса шамамен 367 мың теңгедей сыйақы беріледі. Яғни хабарлаған адамға жемқорлық туралы. 1000 айлық есептік көрсеткіштен астам мөлшерде пара алып, пара берген дерек туралы хабарлайтын болса, сол сомадан 10%, алайда 4000 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 14 миллион 768 мың теңге сыйақы беріледі. Яғни 1000 айлық есептік көрсеткіштен астам пара алу немесе пара беру дерек туралы хабарлайтын болса, ол адамға сол соманың 10%-ін, алайда 4000 айлық есептік көрсеткіштің айналасында қаржылай сыйақы беріледі. Бұл шамамен 14 миллионның айналасындағы қаражат екен. Көрдіңіздер ме, қандай сомалар екенін? Бұл жай әшейін 5-10 теңгенің айналасындағы мәселе емес екенін түсінген шығарсыздар. Себебі мемлекеттің осындай қаражат бөліп жемқорлық туралы хабарлаған адамға берілетіндігі туралы айтқанның өзі еліміздегі жемқорлықтың деңгейінің қандай деңгейге жеткенін көрсетіп береді. Жемқорлық, былайша айтқанда, билік аппаратын, жеке компанияларды, мемлекеттік немесе квази-мемлекеттік секторларды жайлап кеткенін, тіпті құқық қорғау органдарына дейін жемқорлық жайлағанын осыны айғақтап отырғандай. Себебі мұндай көлемдегі ақшаны тек хабарлаған адамға берудің өзі, білмеймін енді сіздіңше қандай, өйткені 14 миллионның айналасындағы ақша бұл бүгінгі қазақ қоғамы үшін оңай олжа емес. Өйткені бұл ақшаны жылдар бойы жұмыс істеп те таба алмауы мүмкін адамдар. Тіпті бұндай соманы кейбір адамдар 5-6 жылдап әзер табуы мүмкін. Бірақ қалай дегенмен жемқорлықтың жайын бұл ашық көрсетіп отыр. Енді бұл жемқорлық деген нәрсе, ол тұтас мемлекеттің түбіне жеткен мәселе. Оны тарих әлденеше рет бізге дәлелдеді. Мен осы кезге дейін сіздерге тарихпен байланыстыра отырып біршама ақпараттарды айтқан болатынмын. Бұл Қытайлардың алып империяларының түбіне жеткен жағдай, яғни сонау
атақты Мин империясын құлатқан жағдай бұл жемқорлықтың салдары. Одан кейін билікке келген Цин империясының өзінің ішін іріткен жағдайда бұл жемқорлықтың салдары. Қалай дегенмен де кез келген мемлекет осы жемқорлыққа қарсы тұра алмаса, ертелі кеш ол мемлекеттің болашағы бұлыңғыр, түбі құлдырап тынады. Бұл қандай империя болсын, ол алып империя бола ма, шағын империя бола ма, халқының саны миллионнан ассын, бірақ ол қызық емес. Жемқорлық мемлекеттің ең басты жауларының бірі, негізгі жауы деп айтсақ та болады. Себебі жемқорлық тек ақшаға ғана байланысты емес, ол тұтас ұрпақтың, тұтас поколенияның, яғни болашағын ұрлау деген сөз. Енді менің ойымша билікті расында да елдегі жемқорлықтың мәселесі қатты алаңдатып отырған сияқты. Ал Тоқаев бастаған билік иелері жемқорлықпен күресте осынау әдісті қолданып жатыр екен. Бұл қаншалықты тиімді, яғни эффект береді жемқорларды құрықтауға немесе жемқорлықты азайтуға? Қаншалықты тиімді? Осынау үлкен қаражатты бөле отыра жемқорлықты азайта аламыз ба деген үлкен сұрақ бар менде. Расында да бұл соншалықты жақсы эффект беру мүмкін бе? Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы осыған байланысты мен біршама ақпараттарды айттым ғой қазір сізге. Өздеріңіздің пікірлеріңізді комментарийге жаза отырыңыз. Біз әңгімені жалғастыра берейік. Енді менің ойымша жемқорлық түбегейлі дерлік жойып тастау ол мүмкін емес те шығар. Себебі жемқорлық сонау ерте замандардан бері жалғасып келе жатқан нәрсе. Меніңше тек жемқорлықпен осылай күресіп отыру керек сияқты. Қандай да бір халық, қандай да бір мемлекет осы жемқорлыққа қарсы өзінің иммунитетін қалыптастыру керек. Бұл дәстүрмен, дәстүр салтпен, немесе дінмен, немесе халықтың ұстанымымен, немесе конституция, заң арқылы да реттеуге болады бұл нәрсені. Бірақ бұның қайсысы эффекті мықты береді? Яғни қайсысы тиімді болады бұл жолдардың? Әкімшілік жолмен күрескен дұрыс па? Әлде дінді қолдана отырып жемқорлықты азайта аламыз ба? Немесе азаматтық қоғамды орнату арқылы жемқорлықты азайта аламыз ба? Немесе билікті, яғни мысалы азаматтарға арналған үкімет болсын, уақыт өткен сайын технологияның жетілуі бұл тіпті сайлаудың жүйесінің өзін өзгертіп жатыр, электронды түрде. Яғни біз бұрынғыдай бюллетендерді салып дауыс беретін болсақ, енді тек кнопканы басып немесе телефонмен үйде отырып ақ дауыс беретін сияқты неше түрлі технологияларды жетілдіру арқылы да жемқорлықты азайта аламыз ба? Яғни сайлау, мысалы президент сайлау болсын, депутаттарды сайлау болсын, мысалы ол жерлерде де талай мысалы жемқорлық оқиғалары орын алып жатады. Тоқаев бастаған билік елді жайлаған жемқорлықпен осынау әдіс арқылы күресуді дұрыс деп тапқан сияқты. Өйткені жемқорлықтың деңгейі Қазақстан үшін үлкен қауіпті сигнал. Бұл біріншіден саяси билікке де қауіпті, және қоғамдық пікірталастың өзі бұл жемқорлықтың қаншалық деңгейге шарықтап кеткенін көрсетеді. Ол әкімдер арасында, депутаттар арасында, министрлер арасында және жергілікті басқару органдары арасындағы жемқорлық мәселелері тіпті санамалап енді цифрын құқық қорғау органдары айта жатар. Бірақ қалай дегенмен де олардың бұл әрекеттері расында да біздің қоғам үшін бұл өте қауіпті құбылыс екенін көрсетіп отырғандай. Ал сіздіңше қалай ойлайсыздар? Жемқорлықпен осындай үлкен миллиондаған қаражатты жұмсай отырып күресу қаншалықты тиімді біз үшін? Қаншалықты нәтиже береді? Бұл бюджеттің қаражатын желге шашу емес пе? Әлде бұл қазіргі заманға бейімделген әдіс тәсіл ме? Қалай ойлайсыздар жалпы? Бұл тиімді тәсіл болуы мүмкін бе? Сіздерге сұрақ. Өз ойларыңызды міндетті түрде комментарийге жазып қалдырсаңыздар.